Биыл Жетісу облысының даму көрсеткіші айтарлықтай қарқын алып 112,9%-ға жеткен. Ал 6 айдың қорытындысы бойынша жалпы өңірлік өнімнің көлемі 695,5 миллиард теңгені құрап отыр. Осылайша жоспар артығымен орындалды дейді облыс әкімі Бейбіт Исабаев. Әрі салалар бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі 1,5 есеге ұлғайыпты. Сондай-ақ өңірдің туристік әлеуеті де қарыштап дамып келеді. Мәселен, 10 ай ішінде Жетісуға 2 миллионнан астам адам саяхаттап келген. Оның басым бөлігі Алакөлде демалған. Жетісу облысында экономиканың барлық саласы бойынша өсім байқалады. Өңірдің туристік әлеуеті де айтарлықтай артқан. Мысалы, 10 ай ішінде өңірге келген туристер саны 2 миллионнан асып отыр. Сондықтан әкімдік туризм саласын дамыту бағытындағы жұмыстарын жалғастыра беруді көздейді. Бұдан бөлек облыста тұрғын саны 1000 кісіге жетпейтін елді мекендердегі медициналық бекеттер мәселесін шешуге көңіл бөліп отыр. Өткен жылы біз 12 блокты модульді медбекетті пайдалануға бердік. Биыл тағы 18-і салынады, ал келесі 2026 жылға дейін облыста 66 медмекеме соғамыз. Қалғандары ауылдың денсаулық сақтау саласын жаңғырту жобасы аясында бой көтереді. Бастысы бұл жоба әлде қайда тиімді. Қаржы да аз кетеді, әрі небәрі 3-4 ай ішінде тұрғызуға мүмкіндік бар. Демек, аумағы 100-120 шаршы метрді құрайтын блокты модульді медбекеттер шалғайда орналасқан 60 ауылда бой көтереді. Оның құны 3-3,5 есеге арзан шықпақ. Басты жылдар бойы аудан не облыс орталығына барып емделуге мәжбүр болған халықтың мәселесі шешімін тапқалы отыр. Сондай-ақ Бейбіт Исабаев қант тапшылығын болдыртпау үшін өңірде 2 қант зауытының жұмысы жанданатынын жеткізді. Халықтың тұтынатын қантын шығару үшін бізге 2 заводты проектный мощностьін 100%-ға пайдаланған кезде ғана біз соның 200 мыңын шығара аламыз. Сондықтан біз бұл бағытта жұмысымызды жалғастыра береміз. Әрі облыс әкімі өңірдегі дәрігер тапшылығы проблемасына тоқталды. Айтуынша, биылдың өзінде Жетісуға 190-ға жуық жас маман келген. Енді оларды ынталандыру үшін уақытша тұратын пәтерлер беріліп, 5 миллион теңге көлеміндегі жәрдемақы үлестіріледі. Нұрболат Жаңабекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.